Қадірлі ағайын, келесі сөз. Бекет атамыз туралы сонау тәуелсіздік алған жылдары алғаш еңбек жазған ақын Рахат Қосбармаққа беріледі. Армысыздар, ардақты әлеумет, бүгінгі аталарымыздың рухына беріліп жатқан ас қабыл болсын. Осыдан 30 жылдай уақыт бұрын жазылып, 25 жыл бұрын жарық көрген Бекет ата атты кітабында жазылған жайттарды арада осынша уақыт өткеннен кейін қайтадан қарап, қазіргі күн тұрғысынан салмақтап, кейбір мәселелер туралы ойларымның өзгергенін, кейбір тұжырымдардан бас тартуға тура келгенін айтқым келеді. Өйткені ол кезде қазіргідей жер жаһанды қамтыған интернет деген жоқ, материал тапшы, дін туралы сауатымызда шамалы, таным түсінігімізде шала. Небәрі 20-ның үстіне жаңа ғана шыққан жас бозбала жігіт едік. Жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Қателесуге әркімде хақы бар. Бұл енді өз алдына бөлек әңгіме, тікелей тақырыпқа көшейін. Бекет ата адамзат тарихында 1000 жылда бір рет туатын ұлы тұлғалардың санатындағы адам. Оның қасиеті мен қадірі, қайыры мен зайыры, өмірі мен өнегесі ұзақ уақыт бойы мыңдаған адамдарға өшпес үлгі, өмірлік темірқазық болып келе жатыр. Осындай ерекше жаратылған ерен тұлғаны бүгінде әркім өзіне қарай тартып, әртүрлі жамау жапсырып, әр алуан көзқарастардың тақырыбы мен талқысына айналдырып келатқаны біздің көңілімізді алаңдатады. Мәселен, осыған дейінгі Бекет ата әулие, көреген абыз, көріпкел пір, сәулетші, ұстаз деген бағасы аз болғандай, соңғы кезде оған біреулер суретші дегенді қосыпты. Біреулер қол бастаған батыр десе, біреулер жорық жырауы деп айтып жүр. Бұл енді өте әбес, өте ұят нәрсе. Бүйте берсек, біз ертеңгі күні Бекет атаны композитор, сазгер, ақын, әнші деуінде тайынбайтын түріміз бар. Ақын дегеннен шығады. Осыдан 30 жылдай уақыт бұрын жылойлық бір ақын ағамыз. Ол кісі қазір қайтыс болып кетті, сондықтан атын атамай қояйын. Бекет атаның толғаулары табылды деп жалаулатып, жарнама жасап, өзінің атынан жазған монологтарын, Бекет атаның атынан жазған монологтарын ғылыми айналымға енгізіп жібергісі келді. Біз оған кезінде Бекет ата ақын болған ба деген мақала, сыни мақала жазып, тосқауыл қойдық. Артынан бұл көпшілік тарапынан талқысына салынып, наразылыққа ұшырағаннан кейін бұл тақырып бір жолата жабылған болатын. Бірақ арада 30 жылдай уақыт өткеннен кейін осы үрдіс қайтадан белең алып, қайтадан қанат жайып бара жатыр. Жалпы біз бұл атаның атын әртүрлі өз мақсатына пайдалануды қою керек. Бұл өте қауіпті, өрескел тенденция. Бекет атаға осындай әртүрлі атақтар мен өнер түрлерінің жамап, жасқап, жасыра бергеннен оның абырой беделі, алып тұлғасы асқақтап кетпейді. Қайта біз керісінше атаны халық жүрегіндегі ізгі бейнесі мен сеніміне селкеу түсіріп, аласартып алуымыз мүмкін. Бекет атаны өйтіп, өтірік, мифтендіріп, өзімізден алыстата берудің қажеті жоқ. Бекет ата біздің әрқайсымыздың жүрегімізде өзіміз қалай қабылдаймыз, сондай образда өмір сүріп жатыр. Ол біздің сырттан танған әртүрлі атақтарымызбен сәулетші, мүсінші, суретші, тағы басқа өнер түрлеріне ешқандай мұқтаж емес. Бекет ата деген атының өзі ақ жеткілікті. Осы атының өзінде
қаншама тылсым сыр, құпия мен құдірет, қасиет пен қабілет жатыр. Бекет атаның құпия феномені де осында. Ол әлі әзірге бізге ешбір құпиясын ашпаған жұмбақ күйінде, жаратылыс ретінде құнды. Сондықтан да адамдар оны құпиясына ынтызар көңілмен ынтығып, қасиеті мен қабілетіне қайран қалады, басиет бағалайды. Атаның көзі тұрсында әулие атанып, тарыққанды таяған, қорыққанды аяған, сүрінгенді сүйеген, деміккенді демеген, қысылғанды қызырындай жебеген, әруағы мен айбыны өзі дүниеден өткеннен кейін 200 жылдан астам уақыт өтсе де, әлі күнге бір пәсте аласармай, бір сатыда төмендемей, бір мысқалда кемімей, мағынасы көмескіленбей, маңызын жоймай келе жатқан, халықтың жүрегінде саф алтындай, саф таптаза сары алтындай жарқырап келе жатуының сыры да сонда. Бекет ата туралы жаңсақ пікір айтуға себеп болатын, ол кісі туралы нақты деректер тұмшалап, бізге көмескілендіріп көрсетпей тұратын кедергілердің бірі, ата туралы алуан түрлі аңыздардың көптігі. Аңыздың анасы шындық десек те, ешқандай аңыз да, афсана да 100% ақиқат болмайды. Оның үстіне, ол аңыздар уақыт өткен сайын бірінің үстіне бірі жамалып, қойыртпақтанып, онсыз да өзі бұлдыр бұрынғыдан келіп жеткен тарихи оқиғаларды одан сайын бұлдыратып, бұлыңғырландырып жібереді. Сондықтан біз мына Бекет атаның біресе 13-14 ғасырларда, біресе орта ғасырларда өмір сүріп делінетін Шопан атамен тілдесіп, жүздесіп жүруі, біресе 18-19 ғасырларда өмір сүрген өмір темір батырлармен құрдас болып, қанаттас қатар жүруі, немесе Қырымқұл бимен Хиуада бірге оқуы, міне осындай аңыздардың бәрінің салдары осында жатыр. Сондықтан біз ең алдымен Бекет атаны осы аңыздардан аршып алуымыз керек. Сонда ғана біз ол кісінің өмір сүрген нақ уақытын, нақты бейнесін, нағыз тұлғасын айқындай аламыз. Жалпы біз осыған дейін өзіміз қиялымыздан құрастырып жасап алған Бекет атаның бейнесін, соның төңірегінде қалыптасқан стереотиптік ойлауды, стандартты бағыттардан арылуымыз керек. Бізде осындай әбден әдетке айналған кертартпа дағды бар. Мәселен, сол кездегі өмір сүрген қоғам мен ортасына қарай белгілі бір тұлғаны сол кездегі бір ағымның өкілі, я бір бағыттың өкілі қылып қоя саламыз. Айталық, 20 ғасырдың басындағы ақ қашып қызыл қуған аласапыран кезеңде өмір сүргендерді біз я алашордашы дейміз, я Қоқан автономиясын қолдаушы дейміз, я болмаса большевик коммунист, я болмаса банды контра қыла саламыз. Ол кісілер сол топтардың қатарында болды ма, жоқ па, онда шаруамыз жоқ. Сол кезеңде өмір сүрді ма, бітті. Міндетті түрде сол топтардың бірінде болу керек сияқты. Тиісті деп есептейміз. Бұлай емес. Мүмкін ол адамдар ол топтардың ешқайсында болмаған шығар. Өзімен өзі бейтарап өмір сүрген шығар. Мүмкін біз білмейтін, мүлде басқа бағыт ұстанған шығар. Біз оған баса ұртып жатқымыз келмейді. Міне, кез келген тарихи тұлға туралы стереотиптік ойлау, стандарт тануда, тарихи тұлғаны тануда, біз осы стандартты бағалаудан, стереотипті ойлау жүйесінен арыла алмай келатырмыз. Бекет атаға да сондай көзқараспен қарап жүрміз. Бекет атаны да өзі өмір сүрген әртүрлі діни ағымдарын бірдің өкілі ретінде қарастырып, әрқайсысы өзіне меншіктеп алғысы келеді. Уақытында Орта Азияға орныққан Нақшбандия тарихатының өкілі қылғысы келеді біреуі. Біреуі Қадири ағымының өкілі қылғысы келеді. Біреуі классикалық ислам бағытының өкілі қылғысы келеді. Тіпті Будда сенімінің де шеңберіне сыйғызып, әркім өзіне көрпені өзіне қарай тартып жүр.
атаны қазіргі қоғамдағы неше түрлі діни ағымдарды әртүрлі бағалап, әртүрлі тұжырым жасап жүр ата туралы. Олар, мысалға айтатын болсақ, халық арасында сәләфилер, уахабилер деген атпен белгі радикалды діни ағым өкілдері атаның жолын шариғатта қайшы, бұл исламға қайшы деп, ширк деп шиқылдап жүр. Ал кейбір саяси діни топтар атаның атын бұқпантайлап өзінің тымысқы әрекеттеріне, жымысқы мақсаттарына пайдаланғысы келеді. Қазақстанның аумағында заңмен қызметіне тыйым салынған, діни экстремистік ұйым ретінде танылған, алқа қотан отырып алып, бастарын алға, артқа, оңға, солға лақтырып, өзінің діни ритуалдарын жасайтын, арғы бергідегі біздің барлық ақын жырауларымыздың шығармаларын редакциялап, өздерінің ыңғайына қарай өзгертіп алып жүрген, халық арасында зікіршілер деген атпен белгілі секта өкілдері атаны яссауиша зікірші қылғысы келеді. Жоқ. Бұл ойдан шығарылған, қолдан жасалған, атаға сырттай таңылған, ешқандай негізсіз, дәлел дәйексіз тұжырым. Ата ешқандай да яссауиші де зікірші де емес. Онда ешбір қиыны келмейтін, қиюласпайтын, қисынсыз әңгімені насихаттауды қою керек. Бекет атаның халық санасында қалыптасқан тұлғасы мен образы бұл ағымның рамкасына үш қайнаса да сорпасы қосылмайды. Жалпы ата туралы айтқанда мейлінше жіті, мейлінше мұқият, барынша аса абай болу керек. Оған тек діни ракурстан қарап, пәлен ағымның өкілі, түген ағымның өкілі, я болмаса бір тарихаттың өкілі деп қарастыруға болмайды. Кез келген діни ағымдарға теру жеткіліксіз. Одан бөлек, сол уақыттағы ата өмір сүрген қоғамдық саяси, тарихи, әлеуметтік, мәдени ағарту аспектілерінен қажет болса, этнопсихологиялық ерекшеліктерді ескеру керек. Географиялық ареалды ескеру керек. Онсыз атаны тану қиын, тіпті мүмкін емес. Ата туралы көп айтуға да болады, аз айтуға да болады. Көп айтуға болатыны ол қауғалап қанша тартсаң да сарқылмайтын, таусылмайтын, бір емес бірнеше адамның ғұмырына жететін мәңгілік тақырып. Аз айтуға болатыны атаны анада еді, мынада еді деп халыққа таныстырып, сырлап, бояп, сипаттап жатудың қажеті жоқ. Ол қаншама ғасырлар бойы өзін жүрегінде әлдилеген қалпында, халқының жүрегінде өмір сүріп келе жатыр. Ол образды ешқандай күште, ешқандай қоғамда, ешқандай партияда, ешқандай формацияда, ешқандай мәдениетті, ешқандай саясатта өзгерте алмайды. Сондықтан ағайын, мен енді уақыттың тығыздығына байланысты сөзімді қысқартайын. Орта келе айтарым, біз Бекет атаны әлі танып біткен жоқпыз. Арада қаншама ғасырлар мен дәуірлер өтсе де, ол кісі бізге сол баяғы ғарыштық деңгейде ғажайып тылсым күйінде қалып келе жатыр. Сондықтан оған баяғысынша табына бермей, барынша тануға ұмтылуымыз керек. Ол үшін неше түрлі діни догмалар мен сан алуан стереотиптердің тұрғысынан емес, ешқандай сектаға да, сезімге де ылықпаған, салқынғанды саф ақыл мен сара ой тұрғысынан, адекват, рационалды пікір тұрғысынан таразылай алатын, нағыз ғылым тұрғысынан баға беруіміз керек. Сонда ғана атаның нақты бейнесі айқындалады. Атаны зерттеудегі негізгі мақсатта осы болу керек деп ойлаймын. Бекет ата феномені бізге дейінде қаншама ғасырлар бойы, тіпті көзі түрісінде қатар жүріп қанаттас жүрген тұстастарына да жұмбақ тылсым күйінде қалды. Егер біз тек діни тұрғыда ғана тәпсірлемей, Бекет атаны бұл бағытта сау ақыл мен саналы ойды іске қосып, рационалды ғылым тұрғысынан зерттемейтін болсақ, ол кісіні жан-жақты ашуға ғылыми тұрғыдан қарамайтын болсақ,
Бекет ата бізге әлі де қаншама ғасырлар бойысы құпиясын ашпаған құлзым күйінде, құпия күйінде қала береді. Баршаңызды да үміттеріңізді Бекет ата әулиенің әруағы желеп жебеп жүрсін, 362 әулие демеп жүрсін. Аталардың рухына беріліп атқан ас қабыл болсын. Рахмет Рахат аға.